Армысыздар менің қолдаушыларым. Менің арнама хош келдіңіздер. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Біреуге өлім тілегенше, өзіңе өмір тіле. Мен Қызылорда өңірінің тумасымын. Жастайымнан әкемнің анасының қолында өстім. Әжемнің бауырына басқан немересі едім. Өсе келе әке шешем ауданға көшеміз, сені өзімізбен ала кетеміз деп, ата-анаммен ауданға көшіп келдік. Ол кезде 9 сыныпты бітірген едім. Жаңа мектепке үйренісе алмай, 9 сыныптан кейін оқымай қойдым. Мұныма әкем біраз ашуланып, 11 сыныпты аяқтамасаң, жоғары оқу орнына түсірмеймін деді. Сонда да сол күйі 9 сыныптан кейін еш жерде оқымадым. Әжемнің қолында өскеннен кейін әке шешем маған бір көкем мен тәтемдей еді. Мен үйдің үлкенімін. Менен кейін сіңілім мен інім бар. Оқымағаннан кейін мен ақырындап майда шүйде заттар сатып, сауда-саттықпен айналыса бастадым. Сондағым сағыз, шемішке, шоколад, Қытайдың неше түрлі жапсыратын наклейкалары еді. Осылай жастайымнан жұмыс істеп, тиын тебен тауып, пысық болып өстім. Әке шешеме ешқандай салмақ салмадым. Өз наным мен киімімді өзім тауып жүретінмін. Осылай жүріп бой жеттім. Анам менен кейінгі сіңілімді жоғары оқу орнына түсіріп оқытты. Ол медициналық білім алып шықты. Маман болып ауылға келіп жұмыс істеді. Кейін аудан жақтағы бір мейрамханада жұмыс істеп жүрген кезімізде көрші ауылдың бір жігіті алып қашты. Танымайтын, білмейтін жігіт. Мені бір көріп, сыныптасым арқылы танысып, сол күні алып қашып кетті. Жасым 30-ға таяп қалғаннан кейін қайтып кетуге елдің сөзінен ұялдым. Оның үстіне анам да, қуғыншылар да не де болса пешенесіне жазылғанын көреді. Қалсын сол жерде деп жіберіпті. Сөйтіп осылай тұрмысқа шықтым. Келген жерім бақуат жақсы екен. Ата-енем, бауырлары да момын жақсы жандар еді. Бірақ күйеуім ақыл есі кемдеу секілді. Мінез құлқы да бір түрлі болатын. Сөйтіп онымен еш үйренісе алмадым. Екеуміз ерлі зайыпты болып бір төсекте жатпадық. Тіл табысып, сөйлесе де алмадық. Мұнымызды атам байқап жүріпті. Осылай жүріп бір айға жетпестен мен ата-енеммен сөйлесіп, ұлдарымен бірге тұра алмайтынымды айтып, ажырасып кеттім. Атам өзі төркініме әкеліп тастады. Анам біраз сөйлеп алды. Бірақ кім не десе де, мен ол жігітті көріп біліп, өз қалауымен тұрмыс құрмағаннан кейін үйренісе алмадым. Қайтып келгеннен кейін үйде отыра алмадым. Қайта сол баяға мейрамханаға жұмысқа кірдім. Мейрамхана басшысы үлкен тәте болатын. Ол кісі мені жақсы көруші еді. Өйткені менің есебім әрқашан дұрыс шығатын. Жұмысты да тыңғылықты істейтінмін. Сөйтіп осы тәтемнің қолында істеп жүргенде бір жігітпен таныстым. Өзі көрші ауданда тұрады екен. Ақыл тоқтатқан, өзім қатарлас, тұрақты жұмысы бар, салмақты жігіт екен. Екеуміз бір-бірімізді ұнатып, кездесе бастадық. Телефон арқылы күн ара хабарласып тұрамыз. Мен бұл жігітіме алдын тұрмыста болғанымды, барлығын жасырмай айтып бердім. Жігітім бұл жағдайыма түсіністікпен қарады. Осылай жүріп, маған үйленгісі келетінін айтты. Мен де ойланып отырмадым. Өзім де ұнатамын. Сөйтіп, бірден келісімімді бердім. Жігітім осы кезде жаңа үй тұрғызып жатыр екен. Соны бітіре сала үйленеміз деді. Сөйтіп мені ертіп апарып, үй ішімен таныстырды. Үйлерін көргенімде құлап қала жаздадым. Кішкентай сарай секілді. Ішіне кірсем, еденде ескі киіз, алаша төсеулі. Үй іші бұлыңғыр, ыдыс аяқ қап-қара. Іштей таң қалып жағамды ұстадым. Ал жігітімнің салып жатқан жаңа үйі сол аулада үлкендеу 3 бөлмелі времянка екен.
Ешкімге ішкі таңғалысымды білдірмеуге тырыстым. Жігітімді бұлай тұрады деп ойламап едім. Әкесі бұрынырақ қайтыс болған екен. Үйінде анасы, сосын 2 күйеуден қайтып келген қарындасы және інісі бар екен. Барлығы момын, жақсы көрінді маған. Сөйтіп жігітім екеуміз тойға дайындала бастадық. Екінші болашақ күйеуімен 2010 жылы агент желісінде танысып едік. Мен ол кезде жасым 30-ға таяп қалған болатын. Жігітім екеуміз бір-бірімізді ұнатқан соң, мен оның отбасылық жағдайына көз жұма қарадым. Өйткені ол да менің бір рет некеде болғаныма түсіністік танытып, мені шын жақсы көріп үйленемін деп тұрған соң үндемедім. Кейін қазан айында анасы менің әке-шешемнің алдынан өтіп, той күнін белгіледік. Тойға дейін жігітім де салып жатқан времянкасын бітіріп үлгеріпті. Мұнысына риза болып қуанып қалдым. Өйткені алдыңғы үйінде тұру мүмкін емес еді. Үй деуге де келмейтін еді. Жігітімнің де үйленбей жүргені осы екен. Үй жайы дұрыс болмаған соң, осы уақытқа дейін біраз жүріп қалған көрінеді. Жігітімнің жағдайын көрген соң, той қалай жасамақ екен деп ойлап едім. Сөйтсем өзі банкке барып тойға деп несиеге қомақты қаражат алыпты. Соны анасына апарып, осыны тойдың бар шығынына жеткізіңіз деген екен. Анасы марқұм әкесі жағының туыстарымен араласпайтын көрінеді. Тек өз төркінімен ғана араласады екен. Бірақ сол бір аулада кішкене әрі таман әкесінің інісі тұрады екен. Сол кісі ғана анда-санда бас сұғып тұратын көрінеді. Сонымен өз көйлегімді өзім алып, құлағымдағы алтын сырғамды да беріп жібердім. Осыған ұқсас жүзік алсын. Сөйтіп, комплект секілді қылып тағып берсін дедім. Жігітімді аяп, соның абыройы үшін көп жағдайларға түсіністік танытуыма тура келді. Жігітім жақсы той жасап, ата-анам мен туыстарым риза болып қайтты. Тойдан кейін келіндік міндетіме кірісіп, отбасылық өмірім басталды. Кішкентай времянкада енем, біз күйеуіміз екеуміз және қарындасы мен інісі тұрып жаттық. Отбасында енем зейнетақы алады. Сосын менің күйеуім ғана жұмыс істейді. Екеуміз үйленген соң, күйеуім банкомат карточкасын менің қолыма ұстатты. Айлық түскенде бірге барып алып тұрамыз деді. Мен жарайды дедім. Сөйтіп әр айдың соңында күйеуімнің айлығын барып аламыз. Айлығы сонда 44 мыңдай болатын. Соның 20 мыңын тойға деп алған несиені төлейміз де, қалған 20 мыңын енеме әкеліп ұстатамын. Содан қалған 4 мың теңгесіне мен күйеуіме не акрема деген құрғақ сүт болатын, соны және бір латок жұмыртқа және блокпен күйеуіме темекі алып қоямын. Өйткені күйеуім темір жолда ауыр жұмыс істейді. Таңертең тек нан мен қара шай ішіп кетеді. Темекіге үнемі жарымайды. Енемнен өз ақшасын өзі сұрап, ұштуқтап темекі алады. Осыны көріп оны аяйтынмын. Сөйтіп таңертең ерте тұрғанда 1-2 жұмыртқа қуырып, құрғақ сүт қатқан шай беріп, жұмысқа шығарып салатынмын. Ал қайын сіңілім мен қайным дап-дардай болып үйде отыратын. Жұмыс жасамайтын. Біз өз отбасымызда үйде бос отырмайтынбыз. Үй шаруасын істейміз. Одан қалса, жұмыс жасап ата-анамызға болсамыз. Маған бұл өте ерсі көрінді. Осылай жүргенімізде 2-3 ай өткен соң, қайын сіңілім сен келмей жатып, ағамның бар айлығын ұстайтын болдың. Екеуің тығылып, тәтті тамақ жейсіңдер, деп ұрыс шығарды. Мен бірдеме дейін деп түсіндірмек болып едім. Мына жақтан енем шықты. Баламның айлығынан жасырып, өзің көп ақшаны жырымдап алып қаласың. Оны төркініңе беріп жатырсың ба, деп. Мен не дерімді білмей, бөлмеме барып, қыстығып жылап қалдым. Сөйтсем, енем мені өзіндей көріп сөйлеп жатқаны екен. Марқұм қайнатам момын, өте жақсы кісі болған екен. Ол да темір жолда істеген екен. Бар тапқанын енеме ұстататын болыпты. Ал енем барын төркініне беріп отырады екен.
Сол үшін үй салмаған, не дүние жинамаған секілді. Қайын сіңілім де анадай адуынды мінезімен екі күйеуге тиіп, сыйыспай қайта келіп отырған түрі екен. Мен келін болып түскенімде сол аулада тұратын қайнатамның туыстары осы келінді сыйдырса жақсы ғой деген екен. Мұның барлығын сол үйдегі үлкен абысын болатын ападан естіп едім. Сөйтіп сол күннен кейін енем мен қайын сіңілім отырсам опақ, тұрсам сопақ қылып тиісе берді. Олардың мұнысын бір күні күйеуімде байқап, үй ішіндегілермен қатты ұрсып қалдық. Сөйтіп мен күйеуіме бұл үйде енелермен бірге тұра алмаймын деп жылап едім. Күйеуім, сен біраз күн төркініңе барып демала тұр. Мен бұл мәселені бір жақты қылып, сосын сені қайта алып кетемін деп келісіп, мені төркініме әкеліп тастады. Үйге келген соң анама бар жагдайды айтып түсіндірдім. Анам, күйеуіңе сен, өзі ойланып, мұны бір жағына шығарар деді. Сөйтіп арада 10 шақты күн өткеннен кейін айлығын алып артымнан күйеуім келді. Сөйтсем есік алдындағы ескі үйге жөндеу жұмыстарын жүргізіп, сылап, ақтап қойыпты. Мені алып, сол ескі үйге барып бөлек тұрамыз дейді. Мен амал жоқ көндім. Содан қайта барып ескі үйге кірдік. Мен жасауымның барлығын времянкадан қайта көшіріп алдым. Сөйтіп бөлек шыққанымызбен бір аулада тұрып жаттық. Бір күні үйге жарты жыл төленбеген светтің квитанциясы келді. Ақшасы 8 мыңнан асып кетіпті. Светтің счетчигі біздің үйде болатын. Времянкаға да осы ескі үйден жалғанып тұратын. Енем светтің ақшасын төлеңдер деп бізге ұрысты. Сөйтіп свет үшін бір ұрысып алдық. Сөйтіп енем мені төркініне жаманатты қылып хабарласыпты. Сөйтсе ол жақтағылар балаңның жұмысына, бастығына барып айт, ұлыңды жұмыстан шығарып жіберсін. Сонда екеуі күндерін көре алмай, ажырасып, ұлың қайта қолыңа келіп отырады деп ақыл айтыпты. Өйткені енем алдын күйеуімнің бар айлығын алып, өз білгенінше жұмсап жүреді екен. Маған үйленгелі айлықтан аз ақша тиіп, одан кейін біз бөлек шыққан соң күйеуім тіпті айлығын бермейтін болды. Екеуміз жас отбасымыз, тойдың кредитін төлейміз. Қалғанына бір ай өмір сүруіміз керек. Міне, осыған енем ашуланып, төркінінің ақылын тыңдап, күйеуімнің жұмысына барып, үлкен бастығына кіріп сөйлесіп шығыпты. Балам үйленгелі өзгеріп кетті. Үйге ешқандай табыс әкелмейді. Бар тапқанын жеді. Жұмыстан шығарып жіберіңіз депті. Мұны маған сол күйеуімнің бастығының орынбасарының әйелі хабарласып, енең қандай адам өзі? Елдер осындай жерге жұмысқа тұра алмай жатса, енең баламды жұмыстан шығар деп үлкен бастыққа келіп айтып кетіпті дегенде өз құлағыма өзім сенбедім. Сұмдық, енді күйеуімді жұмыстан шығарып жіберсе, несиені қалай төлейміз, қалай күн көреміз деп жүйкем жұқарып, уксус ішіп қойдым. Күйеуім дереу жедел жәрдем шақырып, милиция келіп, менің не үшін өзіме қол жұмсамақ болғанымды тергеді. Сонымен болған жайдың барлығына қанық болып, енеме барып ескерту жасап кетті. Содан кейін біраз тынышталдық. Күйеуімді ешкім жұмыстан шығарып жіберген жоқ. Күйеуім рас ішетін, бірақ бар тапқанын ішіп, мені ұрып соғып, ұрыс керіс шығармайтын. Жұмыс жасамай, салынып ішпейтін. Анда-санда шаршағанда ащы судан ұрттайтыны бар еді. Бірақ ешкімге зияны жоқ. Келіп жатып ұйықтап қалатын. Соңғы жағдайдан кейін арада біраз күн өткеннен кейін аяғым ауыр екенін білдім. Осы кезеңде өзімді жайсыз сезіне бастадым. Басым ауыра беретін болды. Денем ауырлап, делсал болып жүретін болдым. Ештемеге зауқым соқпай, күйеуімді көрсем, жын көргендей болып, ұрысқым келіп тұратын. Мұндай жай күйімді аяғым ауырлағанмен байланыстырып едім. Сөйтсем денсаулығы мен көңіл күйім мүлде басқа, белгісіз жайттың әсерінен екен. Мұны кейін біліп, төбе шашым тік тұрды. Аяғым ауыр, жеріктігім қиын өтіп жатты.
2011 жылдары ақшаның, теңгенің әжептәуір құны бар еді. Күйеуімнің айлығы осы кезде күрт түсіп кетті. Несие төлейміз, одан қалғанын бір айға жеткізу керек. Сөйтіп кейде тұздалған қияр жегім келетін. Дүкендегі сол қиярды алып жеуге де мүмкіндігім болмай қалатын. Екінші жағынан денсаулығым да төмендеп кетті. Басым ауыра беретін болды. Дәрі ішуге болмайды. Күйеуім де кейінгі кездері жұмыстан соң үйге жиі ішіп келетінді шығарды. Маған тиіспесе де мыжып сөйлегені жүйкеме тиіп кететін еді. Содан оған ішпе деп ұрсатын болдым. Екеуміз кейде болмашыға да жиі ұрсып қала беретін болдық. Ал енемдермен бір аулада тұрғанымызбен бір-бірімізге кірмейміз. Сыртта көріп қалсақ жай ғана бас изеп амандасамыз да қоямыз. Осылай жүргенімде босанатын уақытым да таяп қалды. Ал мен босануға еш дайындығым жоқ болатын. Өзіме, балаға ештеме сатып ала алмадым. Ал анам болса хабарласып, уайымдама, балаға бесігін, бір сыпыра киім, көрпе төсек дегендей барлығын алып беремін, деді. Сөйтіп бүгін ертең босанамын деп отырғанда, күйеуіме алдын алып жүргеннен 2 есе көп қомақты айлық түсті. Сөйтсек алдын экологиялық зиян деп берілетін ақшасы дұрыс есептелмей жүрген екен. Мұны көріп қатты қуанып қалдым. Сөйтіп базарға барып, өзіме, балаға керек жарағымның барлығын сатып алдым. Бұл баламның несібесі шығар деп ойладым. Сөйтіп ертесінде толғағым қысып, ауруханаға түстім. 12 сағат толғатып біраз қиналдым. Дәрігерлер старая перва родка деп кесір тілігін жасамақ болмайды деп мені отаға дайындады. Осы кезде менен кейінгі оқыған сіңілім Астанада денсаулық сақтау бөлімінде жоғары қызметте істейтін еді. Сол мен жатқан ауруханаға хабарласып, дәрігерлермен сөйлесіп, маған ота жасалды. Дәрігерлер маған жақсы қарады. Тұңғышым ұл болды. Босанғаннан кейін палатаға шыққан соң бір тамағын алып енем келді. Сөйтіп врачқа 5000, көмекшісіне 2000 бердім деп, күйеуіме осы ақшаны қайтарып бересің деп кетіпті. Енемнен ешкім ақша сұраған емес. Сондай ақша берген жағдайда да бұл енді сол кісінің немересі емес пе? Қуаныштан сүйіншіге бергені болар. Енді келіп бізге қайтарыңдар дегені несі деп таңғалдым. Содан арада 5-6 күн өткен соң күйеуім балам екеумізді ауруханадан шығарып алды. Үйге шыққан соң ауладағы үлкен абысын апам келіп, баламды қарасып, кіндігі түскен соң шомылдырып, майлап, қол аяғын бұлай-бұлай массаж жасап, созып тұрасың деп біраз нәрсені көрсетіп үйретіп кетті. Ал енем сол бойы келмеді де немересіне қарамады да. Ал менің сол баяғыдай басым ауыра береді. Балам да қайта-қайта шырқырап жылай береді. Екеуміз түнімен ұйықтамаймыз. Басым меңзең болып, денем дел сал. Өз-өзімді әрең көтеріп жүргендеймін. Үйден шықпаймын, жата бергім келеді. Ешкіммен араласпаймын, сөйлеспеймін. Кейде көше кезіп қаңғып кеткім келеді. Күйеуіме де қарағым келмейді. Бірдеме десе жарылып кетердей боламын. Сөйтіп жүріп қырқымыздан шықтық. Осы кезде анам хабарласып, балаға кішігірім шілдехана жасайық. Қырқынан шыққанын ырымдап дегендей деді. Мұндағы жеңгелеріңнің де балаға алып баратын сыйлықтары бар. Кіріп шықсақ деп жатыр деген соң біраз жиылып теріліп дайындалдық. Анам алдын бесігі мен біраз киім кешегін алып келіп тастаған болатын. Содан мен мұндағы ауладағы үлкен абысын апаны және қайны атам жақтан 1-2 туыс апаларды шақырдым. Кішігірім шілдехана жасадық. Абысын апам барып енемді ертіп келді. Сол кезде енем мен босанып келгелі алғаш үйге кіргені осы еді. Қолында немересіне деген дымы жоқ. Қабағы кіртиіп келді де аз ғана отырып кетіп қалды. Жалпы енем кез келген жерге қонаққа барарда қолтығына бір жапырақ мата қыстырып алып кете беретін. Той томалаққа да солай. Ештеме бермейтін.
Тек төркініне ғана қарызданып қауғаланса да ақша тауып апаратын. Сөйтіп бір жеңгем балама арбасын, біреусі жүрерде отырғызатын ходуногын, бірсыпыра киім-кешек, көрпеше ойыншықтарын алып келіпті. Балама не керек, біраз заты түйенделіп қалды. Содан олар біздікінде бір күн қонып ертесінде қайтты. Өйткені бізден біраз ұзақта тұратын. Анам балам екеуміздің түнімен ұйықтамайтынымызды көріп уайымдап кетті. Мүмкін қырқын ұстап жүрген болар, енді ұйықтайтын шығар деп мені жұбатқандай болды. Бірақ қырқымыздан шыққаннан кейін де сол баяғыдай түнімен ұйқы жоқ, мәңгүрт адамның күйін кешіп жүрдік. Анам қайта-қайта хабарласып, хал жағдайымды сұрайды. Мен сол баяғыдаймын. Күн өткен сайын өңім солып арықтап барам. Осылай жүргенімде бір күні Астанадан сіңілім келді. Ол да мені көріп шошып кетті. Балам тіпті мазасыз. Тек күндіз ғана бір жарым сағаттай ғана ұйықтаймыз. Сөйтіп сіңілім, бұлай қалай шыдап жүрсің? Мұның болмайды. Сендерді апарып емханаға қаратпаса болмайды деп, балам екеумізді Астанаға алып кетті. Астанаға келіп жақсы білікті дәрігерлерге қаратты. Баламның басын арнайы аппаратқа түсіртіп қарады. Денсаулығымыздан ешқандай ақау таппады. Сөйтіп түрлі дәрумендер жазып беріп, қайтадан Қызылордаға қайттық. Осы кезде бір байқап таң қалғаным, балам басқа жерде тырп етпей ұйықтайды екен. Құтты ұйқысы бұрыннан осылай секілді. Ал үйге келгенімізде қайтадан сол баяғы әдеті ұйқы жоқ. Мұнымызды уайымдап жүрген анам бір көріпкел емшіге менің суретімді апарып, мән-жайды айтқан екен. Емші қарап отырып, басын қайта-қайта шайқап, қызыңның басында дуа бар. Бұл дуа осыдан біраз бұрын жасалған екен. Енді әбден денесіне сіңіп, баласына да өткен. Дуаны сол жанындағы біреу жасаған. Күнде көріп жүрген, ақсары, бойшаңдау, егде жасқа келіп қалған әйел кісі. Үйінің сыртына әкеліп, осы үйден береге кетіп, қызың жынданып, күйеуімен ажырасып кетсін деп, ақ затты шашып тастаған депті. Мұны енді мықты қара молдаға оқыту керек. Дуаны қайтармаса, арты жаман болады. Кейін баласы ауырады деген кезде анам шошып кетіпті. Сөйтіп, маған хабарласып, мән-жайды айтқанда менің де төбе шашым тік тұрды. Бұрын дуа жайлы еститінмін, бірақ мұндай жағдай менің басымда болады деп ешқашан ойламаған едім. Анамнан маған дуа жасалғанын естігеннен кейін менің одан әрі мазам кетті. Күйеуіме айтып едім, ол сенбеді. Қойшы, ондай болмайтын нәрселерге басыңды қатырмашы. Сені кім дуалайды, дейді. Бірақ әлгі көріпкел емшінің айтқаны мойымнан кетпеді. Сөйтіп жан-жақтан жақсы білгір емшілерді сұрастырып іздей бастадым. Көрші ауданда бір жақсы көріпкел емші апа бар екен деп естіп, таксилетіп баламды алып сол апаға бардым. Емші апа мені қарағаннан кейін, сенің басыңда шынымен дуа бар. Бұл аяғың ауыр кезде жасалған екен. Содан бұл дуа іштегі балаңа да өткен. Балаңды байқа, кейінірек ауырып қалуы мүмкін. Сосын бүгін түнде қандай түс көресің, соны ертең маған айтшы, деді. Сол күні түсімде екі қара мысық көрдім. Екеуі біздің үйді айналып жүр екен. Мен оларды қуып жібермек болып сыртқа шықсам, әлгі екі мысық енем мен қайын сіңіліме айналып кетіпті. Ертесінде осы түсімді емші апаға айтып едім. Ол кісі енемнің түр сипатын анық айтып берді. Ақ сары, бойшаң, толықтау егде жастағы ел. Сенің табалдырығыңа үйіңді айналып, ақ ұнтақ шашып тастаған. Сені есі ауып, жынды болып қалсын. Күйеуімен ажырасып кетсін деп жасалынған. Саған дуа жасаған енең деді. Бұл апа маған суға дем салып берді. Мұны тек жақсы молда оқып қайтармаса, менің күшім жетпейді. Сондай молда кісі тауып оқытыл деп жіберді. Енемнің маған дуа жасағанын естігенде денем түршігіп кетті. Ондай жамандық өз баласына да тиеді ғой. Сонда тіпті өз баласында ойламағаны ма?
енемнің бар мақсаты бізді ажырастырып жіберсе, ұлы қайта қолына барып отырса, сөйтіп тағы бар айлығын солардың қолына беріп, салпаңдап жұмыс істеп жүре берсе. Маған үйленбей тұрғанда солай болған. Енем менің күйеуіме еш жаны ашымайтын. Ол кісі тек қызын төркінін ойлайтын. Қызына қаратып ешкімді сөйлетпейді. Менің күйеуім сол времянканы салмағанда, ол кісілер әлі де сол сарайда тұра берер ме еді. Сөйтіп мен молда іздеп, әулие әмбие іздеп, сол жердегі жақын маңның барлығын шарладым, оқытылдым. Бір емшілер шәйге, сабынға дем салып береді. Тіпті бір күні теледидардан Оспан деген бір керемет тәуіп емшіні көріп қалып, ол кісінің телефон нөмірін алып хабарластым. Ол кісі маған тұрған жеріңді ауыстыр, басқа үйге көш, сонда жағдайың дұрысталады деді. Оған басқа жерден пәтер жалдап тұрмасақ, басқа амалы жоқ еді. Пәтер жалдайтын мүмкіндігіміз де жоқ еді. Өйткені жалғыз күйеуім жұмыс істейді. Ай сайын несиеміз бар. Мен келін болып түскеннен кейін-ақ күйеуімнің бір жағына шығысайын деп жұмыс істемек болғанда күйеуім қарсы болып еді. Мейрамхана дүкенде істемейсің деп. Менің басқа жерде жұмыс істейтін жоғары білімім, арнайы мамандығым жоқ. Алдын бойдақ кезімде осы мейрамхана мен дүкенде, одан қалса сауда-саттықпен айналысып едім. Содан не керек? Әйтеуір емшілердің кішкене болсын емі шипа болды ма? Балам 1 жастан асқанда ұйықтайтын болды. Түнгі ұйқысы қалыптасып, жақсы болып қалды. Ал мен сол баяғы ешқандай өзгеріс жоқ. Басым ауыра береді. Аналген, цитрамон ішіп аламын. Сөйтіп бір күні Астанадағы сіңіліме хабарласып, жұмыс істеуім керек, енемнің қасынан кетпесек болмайды, деп жағдайымды айттым. Сіңілім біздің аудандағы аурухананың бас дәрігеріне хабарласып, мені сонда еден жуатын техничка етіп жұмысқа кіргізді. Ол кездері бір жерге жұмысқа кіру қиын болатын. Қандай жұмыс болмасын, көпшілігі таныс арқылы болмаса жақсы сыйақы беруің керек. Осылай ауруханаға жұмысқа тұрдым. Баламды бақшаға бердім. Күйеуіммен сөйлесіп, басқа жерден пәтер жалдап көшіп кеттік. Енемнің жанынан кеткеннен кейін жұмыс істеп, елмен араласып, көңілім жұмысқа ауып, жағдайым біршама дұрысталып қалды. Бөлек кеткеніміз жақсы болды деп ойладым. Сөйтіп жүргенде балам 2 жастан енді асқан кезі, бала бақшадан келген соң бір күні ішім ауырды деп жылады. Мен бақшада жақпайтын бірдеме жеп қойған болар деп ойладым. Күріш қайнатып бердім, айран бердім. Сөйтіп жүргенде бір күні бақшада мұрны қанапты. Бала бақша дәрігері кешке барғанымда бала түсте ұйықтамап еді. Бала организмі шаршап, зорығып кеткенде мұрны қанайтыны бар. Болмаса кейбір балалардың кішкентайынан басының давлениесі болады. Сонда емес пе деп менен сұрады. Мен кішкентай кезінде басын арнайы аппаратқа түсіргенбіз. Онда ештемесі жоқ дедім. Баламды алып кеттім. Ертесінде демалыс болатын. Барлығымыз моншаға бардық. Сол моншаға түсіп келгеннен кейін баламның үсті қып-қызыл болып қышынып, бөртіп кетті. Мұны көріп қорқып кеттім. Дереу күйеуім екеуміз баламды алып ауруханаға бардық. Анализ тапсырдық. Сөйтіп дәрігерлер балама ИТП деген қан ауруы деген диагноз қойды. Мұны естіп уайымдап әбден жыладым. Осы кезде емшінің дуаның әсері балаңа өткен, байқа кейін балаң ауырады дегені есіме түсті. Енемді тіпті жек көріп кеттім. Осыдан балама бірдеме болса, оны өлтіремін деп қатты ашуландым. Сіңіліммен сөйлесіп, балама біраз ем қабылдаттық. Бірақ мүгедектікке шықты. Үкімет арнайы жәрдемақы бөлді. Өзі жүріп тұрғанымен балама ерекше күтім керек. Дәрі-дәрмек, дәрумендер, арнайы жақсы тағам ішкізіп, қадағалап жүру керек болды. Балам ауырып, мүгедектік алып, ауруханадан шыққаннан кейін үйге енем келді. Немересінің жағдайын білейін деп емес, қайнымды үйлендіргелі жатыр екен.
Соған менің күйеуіме өз атыңнан несие алып бер деп айтуға келіпті. Өз атыңа алып берсең, інің қазір жұмысқа тұрды, өзі төлейді дейді. Енемнің мұнысына күйеуім ашуланып, келісім бермей қойды. Өзіміз ұлымызды қалай аяққа тұрғызамыз деп жанталасып жүрміз. Уайымымыз жетерлік. Осының барлығы сол енем жасаған дуаның кесірі. Бұған кейін күйеуім де сене бастап еді. Бірақ бұл жайлы білетінімізді енеме айтқан емеспіз. Оның да біздің мұны білетінімізден хабары жоқ еді. Сөйтіп күйеуім жоқ деп ашуланып сөйледі біраз. Онсыз да осы уақытқа дейін дап-дардай інім мен екі күйеуден қайтқан қарындасымды бағып келемін. Өз күшіммен салған жаңа үйді де соған тастап, өзім пәтер жалдап қаңғырып көшіп кеттім. Енді өз отбасым үшін өмір сүргім келеді. Балам науқас, соны емдетуім керек. Өзі әрекет етіп үйленсін деп еді. Енем тоң теріс болып ашуланып ұрсып кетіп қалды. Сөйтіп бізді тойларына да шақырмай қойды. Кейін күйеуім не де болса бауырым ғой деп тойына 70 мың береміз деді. Бірақ тура той болатын кезде қаржылық жағдайымыз болмай қалып, 50 мың ғана апардық. Күйеуім енемдермен бірге келінді алып келуге құдалыққа кетті. Мен сол енемнің үйінде келінді қарсы алуға дайындалып қалып қалдым. Сол кездері іштей енемнің қайда кімге барып дуа жасатқанын анықтағым келіп, сұрастырып жүрген болатынмын. Ауыл аймағымыз кішкентай ғана, барлығы бір-бірін таниды. Сөйтіп ақырындап сол аулада тұратын қайнатамның інісінің қызынан жайлап сұрастырып едім. Ол қыз жеңше, осы біздің үйден кейін 3 үй ары тұратын Дуақан ата бар ғой. Ол кісінің дуа жасайтынын бүкіл ауыл біледі ғой. Тіпті осы үйдегі апа да сол кісіге барып жүретін. 1-2 рет көргенім бар дегенде таң қалдым. Жүрегім дүрсілдеп қобалжып, бойымды бір қорқыныш сезім биледі. Дуакеш үйіміздің түбінде тұрады екен ғой. Осы уақытқа дейін қалай естімей, білмей келгенмін деп ойладым. Сөйтіп отырғанда қайын сіңілім келіп, сендер тойға 70 мың береміз деп алдап. Келіп алып 50 мың бергендерің қалай? Бар, кет сен. Сенің мұнда қажетің шамалы, деп менімен ұрысып үйден қуып шықты. Мен ызаға булығып, такси шақыртып кетіп қалдым. Күйеуім құдалықта, мен үйге келіп, қыстығып жылап қалдым. Сосын келінді түсіріп, тойды өткізіп, күйеуім келді. Болған жайды естіп, ол да біраз ренжіді. Бірақ қарындасына түк дей алмайтын. Өйткені енем қызына қаратып ешкімді сөйлетпейтін. Сол қызы мен қайнымды ғана ойлайтын. Менің күйеуіме ешқашан жаны ашып, жақын тартқан емес. Інісі мен қарындасы да күйеуімді ағамыз деп сыйлап, бауырмалдық танытқан емес. Күйеуімді тек ақшасын алып, пайдаланса ғана болды. Күйеуімнің өмірі, ішкі жан дүниесі оларды ешқашан қызықтырған емес. Мұны күйеуім де біледі екен. Кейде ішіп, қызып қалғанда іші ашып, ренжіп айтып қалатын. Мен оны аяйтынмын. Оның осындай отбасында өскеніне ішім ашитын. Атамның туыстарының айтуынша күйеуім қайнатама ұқсаған екен. Сонымен арада біраз күн өткен соң, сол ауылға жаңағы Дуақан шалға бардым. Еңгезердей бүкірейген қара шал екен. Сондағы мақсатым маған дуа оқытқан енеме өзі жасап берген дуасын қайтарту еді. Бір жағы оны көргімде келді. Осы күйімнен арылсам, балам тәуір болып кетсе екен деген үміт қой. Сөйтіп ол кісі үйіне кіргізді. Адам қабылдайтын бөлмесі қорқынышты екен. Аяқ қолым дірілдеп, тілім күрмеліп қалғандай. Қабырғада неше түрлі аң ба, құс па, малдың сүйегі ме, неше түрлі сүйектер ілулі тұр. Үстел үстінде бір шөптер, тұз, тағы шашылған топырақ па, майда шүйде заттар толып жатыр. Өзі насыбай атып алып, жанындағы ыдысқа түкіріп отырады екен. Бөлмесінен бір қолаңсы иіс шығады. Мен түк білмегендей, дым білдіртпей, менің басымда дуа бар екен, соны қайтара аласыз ба, деп сұрадым. Сөйтіп едім, ол маған бажырайып біраз қарап қалды. Көзі шегірейіп, өңменіңнен өтіп кетердей.
Оның қарасынан сай сүйегім сықырлап кеткендей болды. Біраз үнсіздіктен кейін ғана саған енең дуа жасатыпты. Мен осы дуаны қайтарамын. 3 күн келесің, 30 000 бересің деді. Мен рас па деп таң қалып, іште бір үміт пайда болғандай еді. Сөйтіп осы кісіге арбалып қалғандай ақшасын беріп, екінші күні тағы келдім. Ем дегені маған өте ерсі көріне бастады. Денеңді уқалаймын деп ананы мынаны айтып тиіспекші болды. Содан мен айқайлап, ұрыс шығарып, маған дуа жасаған сенсің, ақшамды қайтар, болмаса милиция шақыртып, сені алаяқ маған тиісті деп үстіңнен шағымданамын деп, енеме сақтаған бар ашу ызамды осы дуа кештен алдым. Содан ол шал қорқып кетіп, ақшамды беріп, ойбай аулақ жүр, бар кет деп мені шығарып салды. Мұны естіген анам маған ұрысты. Өзіңе дуа оқыған адам қалай қайтарсын? Саған тағы бірдеме істеп қойса қайтесің? Балаңды ойла деп. Осындағы мешітке барып, имаммен сөйлескен екен. Имам анама Түркиядан келген өте білімді қара молданың телефон нөмерін беріпті. Анам сол молдамен сөйлесіп, қабылдауына мені жаздыртыпты. Ол кісі менің орамал тартып, бар жерімді жабық етіп киініп келуімді ескертіпті. Сөйтіп орамал тартып, бар жерімді жабық киініп, анам тауып берген түркиялық молдаға келдім. Ол кісі мені қарап, шынымен басыңда дуа бар екен, сені біраз күн оқимын деді. Күнде 1 сағаттан 7 күн оқыды. Ол кісі оқыған сайын, күн сайын бойым жеңілдеп келе жатқандай. 3-ші күннен кейін түнде тырп етпей ұйықтадым. Бір түнгі ұйқым 1 жылдай болды. Денсаулығым дұрыстала бастады. Соңғы күні жаңағы молда, енді алда барлығы жақсы болады. Сүрелер жаттап, соны оқып жүр. Саған зиянын тигізіп, дуа жасағандарға еш кек сақтама. Өмірдің өзі оларды шыр айналдырып, алдыңа алып келеді. Менің айтқандарымды істеп жүр, аман бол. Енді өзіңді бір Аллаға тапсырдым деп шығарып салды. Үйге келгеннен кейін біртіндеп жолым ашыла бастады. Алдын 1-2 банкке депозитке ақша жинап салып жүретінмін. Сонымның үстінен әжептеуір үстемақы қосылып, сол депозитімді шешіп алдым. Көп қабатты үйлерден сатып алуға пәтер қарадым. 2 бөлмелі пәтерге қолымдағы қаражатым біраз жеткіліксіз болып тұр еді. Анам мен сіңілім несие алып, жетпеген соманы толықтырып, 2 бөлмелі пәтер алдық. Бұған қатты қуандық. Өз басыңда, өз баспанаң болғанына не жетсін шіркін. Сөйтіп ақырындап ақша жинап, жаңа тоңазытқыш, теледидар сатып алып, үйімізді толтыра бастадық. Кішкентайда болсын, маңдай терімізбен келген әрбір затқа қуанатынбыз. Осылай жүріп арада біраз уақыт өткен соң, екіншіме аяғым ауырлап, қыз босанып алдым. Баламның жағдайы бір қалыпты еді. Ол алғашқы сыныпқа мектепке барды. Өміріміз жақсы жаққа өзгеріп, бір сарынға түсе бастады. Осылай жүргенімізде ауыл жақтан қайнымның әйелі, абысыным хабарласты. Қайным аяқтары ісініп, жүре алмай қалыпты. Соны Алматыға апарып қарату керек деп жатыр деді. Соған Астанадағы сіңіліңізге айтып, Алматыдағы дәрігерлермен сөйлестіріп бересіз бе дейді. Бұл абысыныммен келген кезден бастап қарым қатынасымыз дұрыс болатын. Жиі хабарласып тұратынбыз. Сөйтіп оның сөзін жерге тастай алмай, кімде болса күйеуімнің жалғыз бауыры ғой деп сіңіліммен сөйлестім. Ол Алматыдағы дәрігерлермен сөйлесіп, қайнымның жағдайын айтып, табыстап, барлығын реттеп берді. Қайным ауруханаға жатып емделді. Бүйрегі ауырып, содан аяқтары ісіп, жүре алмайтындай халге жеткен екен. Сол жерде биопсия алып, беті бері қарай бастады. Осы уақыт аралығында қайын сіңілім 3-ші рет күйеуге тиіп, онымен де жараса алмай, тағы ажырасып, бала да туа алмай қайтып келді. Мұнымен қоймай, енем де ауыра бастады. Тура баяғы маған ұқсап, түнімен ұйықтай алмай, сандырақтай бастапты. Қысқасы, ол үйден береке кетіп, барлығы шетінен ауырып, менің алдыма келе бастады. Осы кезде мені емдеген молданың айтқаны есіме түсті.
Саған зиян жасағандар айналып алдыңа келеді деп еді. Тура солай болып жатты. Қайным ауруханада жатып емделіп жақсы болып кетті. Кейін арада біраз уақыт өткен соң енем ауырып ауруханаға түсті деп абысыным хабарласты. Құлағынан қан кетіп, көзін жұмып алып, әрдемені бір сандырақтап жатыр деген соң күйеуім уайымдап бардық. Дәрігерлер диагнозын білмей жатырмыз деп қарамады. Сөйтіп мен тағы сол баяғы сіңіліммен хабарласып, енемді қайын сіңіліммен бірге Астанаға жібердік. Ол жақта барып түсетін туыстары жоқ. Сіңілім күтіп алып өз үйіне апарды. Ауруханаға жатқызып, МРТ жасатып, ең жақсы құлақ мұрын емдейтін дәрігерлерге қаратып, ем қабылдады. Сол кезде мен артынан тамақ жасап, жағдайын білейін деп барғанымда, мені құшақтап жылап, кешірім сұрады. Емделіп, тәуір болып қайтты. Сол жағдайдан кейін қайын сіңілім 4-ші рет тұрмысқа шығып еді. Ол да ауырып 2 рет түсік тастап, бала көтере алмай жүренді. Мен оқытылып, молда дуаны қайтарғаннан кейін қайын жұртымда осындай жағдайлар болды. Осыдан кейін енем маған дұрыс қарап, дүзеліп қалды. Қазір Айкош деп жалпаңдап жүреді. Ал баламның жағдайы сол бір қалыпты еді. Молда тек мені ғана оқып емдеді. Балама қатысты 10 жасқа дейін емделіп, күтіммен жүрсе жазылып кетеді. Ал 10 жастан кейін дертіне шипа болмаса, өмір бойы осылай мүгедек болып қалуы мүмкін деді. Осы балам жазылып кетсе екен деп, күндіз түні Алладан тілеймін. Балам қазір 9 жаста, өте ақылды, сабақты жақсы оқиды. Сыныбында түрлі сайыстарға қатысып, сынып аралық қойылымдарда жүргізуші болып жүреді. Тек сол күтіммен ғана жүр. Уақытылы тамақ ішпей, уақытымен демалып тұрмаса, денесі көгеріп, тромбоциті түсіп, мұрнынан қан кетеді. Сол үшін оны үнемі қадағалап жүреміз. Кейде балама қарап, балапанымды осындай әуреге салып қойған енеме іштей қатты налимын. Кейін молданың ешкімге кек сақтама дегені есіме түсіп, өз-өзімді сабырға шақырамын. Амал жоқ, күйеуімнің анасы болған соң араласуыма тура келеді. Мен осы дуамен 8 жыл бойы арпалысып келіппін. Бармаған жерім, баспаған тауым жоқ. Осы дуаны қайтарып, дертіме шипа іздеп қаншама уақытымды, қаражатымды жұмсадым. Жүйкем сыр беріп, жынданып кетуге шақ қалдым. Ақыры ата-анам мен бауырларым қолдап, біраз қиыншылықтарды еңсеріп, дертіме шипа таптым. Баламды да біраз жерге көрсеттім. Дәрігерлер енді хронический деп диагноз қойып отыр. Сонда да балам сауығып кетер деп үмітімді үзбей отырмын. Алла сырқатты өзі берсе, шипасында өзі береді екен дегендей, қазіргі таңда осы кішкентай балам дертінен құлантаза айығып кетсе екен деп Алладан тілеп отырмын. Қазір балам бір қалыпта, тек арнайы күтіммен ғана жүреді. Сол үшін жанымды шүберекке түйіп жүрген деймін. Осы әңгіме жазылу барысында менің балапаныма алаңдап, ізгі тілектеріңізді білдіріп жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Көп тілегі көл дегендей, иншалла, балам оңалып кетер деп үміттенемін. Бізді осындай күйге түсіріп қойған енемен алаймын, бірақ амал қанша. Кейін ол кісі науқастанып қалған кезінде жылап отырып кешірім сұрады. Дегенмен маған дуа жасағанын мойындамады. Бұл жайлы ашып әңгімелеспедік. Енемнің маған деген қарым-қатынасы өзгергенмен кейбір қылықтары сол күйі қалып қойды. Мен ол жаққа көп бара бермеймін. Бара қалсам, өзімді нашар сезініп, басым ауыра бастайды. Енем өзі келіп тұрады. Сонда да мүсәпірленіп, тек бір көмегіміз керек жағдайда ғана іздейді бізді. Енді амал жоқ, күйеуімнің анасы болған соң сыйлаймын, араласамын. Көп жағдайларға көз жұма қараймын. Бауырлары да сол баяғыдай жүріп жатыр. Ағаларын қажет кезде күні түссе ғана іздейді. Күйеуім Дулат менің ата-анамды, бауырларымды өте жақсы көреді.
қарым-қатынастары жақсы араласып, жиі хабарласып тұрады. Өйткені біз жастайымыздан өте бауырмал болып өстік. Қазіргі таңда біреуміз қиналып қалсақ, қол ұшын созуға дайын тұрамыз. Өз отбасымда осындай тәлім тәрбие көріп өскен соң, күйеуімнің отбасындағы бір-біріне деген қарым-қатынасы мен үшін біртүрлі түсініксіз, ерсі еді. Өз өмірімді жаздырудағы мақсатым адамдар бір-біріне зұлымдық жасамаса екен деймін. Мұның зардабы бейкүнә сәбилерге де тиіп кетуі мүмкін екенін білсе екен. Дуа қайтқан кезде өте жаман болады. Тіпті адамды өлтіріп жіберуі де мүмкін. Мүгедек, кемтар қылып қоюы да ықтимал. Дуа жасаған адамның өзіне қайтпаса да, балаларына кесірі тиюі бек мүмкін. Сондықтан да адамдар біреуге жамандық жасағанша өзіңізге жақсылық ойласаңыздар екен деймін. Менің қолдаушыларым, назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.